Кремль. Сталиннің кабинеті. Алыстан талып күй естіледі. Көбік шашқан әлі ақпай. Күй дауылдап барып басыла бере хор даусы шығады. Бейтаныс, қаһарлы әрі зарлы әуенге Сталин аң-таң болып тұрған кезде еңселі, ауыр есік ашылып ішке Рысқұлов кіреді. Сәлеметсіз, Иосиф Виссарионович. Естідің бе? Қандай қаһарлы музыка? Мен ештеңе естіп тұрған жоқпын. Мүмкін шаршаған боларсыз. Не, маған қос көрін дейсің бе? Шүкір. Сталиннің денсаулығы мықты. Сталин қаржыса не болады, а? Жолдас Сталин, бәріміз де өзекті жанбыз ғой. Жұмыс қиын дегенім ғой. Оның енді дұрыс. СССР деген ұлы мемлекет. Оны басқару оңай дүние емес. Келсем, Иосиф Виссарионович. Сонымен, қандай сұрақтармен келдің? Осыдан 2 апта бұрын сізге хат жолдағаным. Сол хаттан жауап алуға келдім. Хатыңды оқыдым. Өте ауыр хат екен. Өзің көргендей жазыпсың. Мына деректердің бәрін қайдан алдың? Салтнаркомның хабары. Көп студенттер командировкаға шықты. Жан-жаққа кетіп жатыр. Енді көшпенді ел ғой. Бұрыннан бері қалыптасқан әдеті ғой. Ал бірақ, Иосиф Виссарионович, олар Қазақстаннан шет елдерге еріккеннен көшіп жатқан жоқ қой. Голощекиннің сөзі бойынша бәрі жақсы. Коллективтендіру өзінің қарқынымен жүріп жатыр. Қазақтар Түрксіб темір жолдарымен жан-жаққа кетіп жатыр. Сол Түрксібті өзің салдырдың ғой. Қандай патриоттық рух десеңші. Халық қазір аштан өліп жатыр, Иосиф Виссарионович. Неге біз бұның бәрін Қазақстандағы Голощекиннен емес, Москвада отырған Рысқұловтан естіп тұрмыз? Жауап беру маған қиын. Бірақ осы ЦК саясатының өрескел бұрмалаушыларға қарсы шыққан адамдардың хаттарын орта жолда ұстап алды. Ал хаттың авторлары жан-жаққа командировкаға аттандырылған. Торғай, Қостанай, сірә Зиновьев те сол жақта жүр ғой деймін. Әне, естідің бе? Мен ештеме естіп тұрған жоқпын, жолдас Сталин. Білмеймін. Сен мүмкін бір сиқырмен өзің айтып тұрған шығарсың. Голощекин айтушы еді. Осы бір Рысқұловтың адамды арбап алатын қабілеті бар. Ол асырап айтады. Есіңізде ме? Голощекиннің ұнататын сөзі. Лучше пересолить, чем недосолить. Иә, ол максималист. Максималист. Оның жабайы халықты шанышқы мен қасықты ұстауға үйретемін деген сөзі бар еді. Жолдас Сталин, бірінші тамақпен қамтамасыз еткен жөн. Ал қасықты ұстауды әр қарай үйрене жатармыз. Айтшы тұрар, республикада апатқа ұшыраған халықтың саны неше? 1932 жылдың май айында 50 мың адам бар еді. Ал 1932 жылдың ноябрінде содан 15 мың адам ғана қалды. Ол не сұмдық? Социализм дейміз. Қазақстан тарихында мұндай сойқан болып байды? Тым ғой, Иосиф Виссарионович. Хатта барлық нақты шешу жолдары бар. Біріншіден, халықты азық-түлікпен қамтамасыз ету қажет. Тағы, миллионға жоқ қазақтарды қайта қайтарып, үй жұмыспен қамтамасыз ету. Қазақтардың тысқарыға көшіп кетуін тез арада тыйым салу. Сосын, егін шаруашылығын дамыту. Оған қоса 1932 жылдың февралінде 40 миллион малдан 5 миллион қалды. Мал басын өсіруді қолға алу қажет, Иосиф Виссарионович. Ендеше, біздің ісіміз тарих аманат. Коллективтендіру ол социализм мүддесі. Егер бұны аяқтамасақ, болашақ не болады? Тарих бәрінде орнына қояды. Бірақ төбемізден қарап, салбырап тұрмасақ болды, Иосиф Виссарионович.